Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 1 және 2 орамды баған тоқып үйренетін боламыз. Ол үшін жібіміз түйнектеп аламыз. Ілмектерді іліп бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне 10 ілмегіміз ілініп, осындай тор пайда болды. Енді келесі қатарға көтерілу үшін бір ілмек іліп аламыз. Бір орамды бағанымызды тоқып бастаймыз. Ілмекке бір жіп іліп алып ораймыз. Одан соң бірінші бос торды қалдырып, екінші торға ілмегімізді кіргізіп, жұмыс жібін алып шығамыз. Ілмегімізде 3 жұмыс жібі пайда болды. Енді 2 жұмыс жібінен жіпті өткізіп аламыз. Ілмекте қалған 2 жұмыс жібінің арасынан жіпті өткіземіз. Тағы да қайталап шығайық. Ілмекке жұмыс жібін кіргізіп, жіпті алып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, ілмегімізде 3 жұмыс жібі пайда болды. Енді ең алғашқы 2 жұмыс жібінен жіпті өткізіп алып шығамыз. Ілмекте 2 жұмыс жібі қалады. Енді осы 2 жұмыс жібінің арасынан жіпті өткізіп алып шығамыз. Осылай тоқи отырып, өздеріңіз қайталап шығасыздар. Бізде ең соңғы ілмек қалды. Жұмыс жібін кіргізіп алып шығамыз. 3 ілмек пайда болды. Екеуінен өткіземіз. Ең соңғы екеуінен өткіземіз. Келесі қатарға көтерілу үшін 1, 2 ілмек іліп аламыз. Бұл қатарда бір орамды бағанды қолымыз үйрену үшін тағы да қайталап тоқып шығатын боламыз. Сіздер өздеріңіз қайталап шығыңыздар. Енді біз келесі қатарда 2 орамды баған тоқитын боламыз. Яғни келесі қатарға көтерілу үшін 3 ілмек іліп аламыз. Ілмекке жіпті 1, 2 рет орап аламыз да, ілмекке жұмыс жібін кіргізіп алып шығамыз. Ілмегімізде міне 4 жұмыс жібі пайда болды. Одан соң ең алғашқы 2 жұмыс жібінің арасынан жіпті өткіземіз. 3 жұмыс жібі қалды. Енді алғашқы екеуінен өткіземіз жіпті. Бізде 2 жұмыс жібі қалды. Осы ең соңғы 2 жұмыс жібінің арасынан жіпті өткізіп алып шығамыз. Осылай қайталап тоқи бересіздер. Тағы да бір қайталап шығайық. Ілмекке жіпті кіргізіп алып шығамыз. 4 жұмыс жібі болды. Алғашқы екеуінен өткіземіз. Одан соң тағы екеуінен, соңғы екеуінен өткізіп алып шығамыз. Осылай қатар біткенше тоқитын боласыздар. Сіздерге бір нәрсе айта кетейін. Жұмыс жібіне ілмекті алып шыққан кезде бос тоқимыз. Сол кезде тоқымамыз тартылмай әдемі тоқылатын болады. Қатарды толықтай өздеріңіз аяқтап шығыңыздар. Тағы да бір қайталап шығайық. Жұмыс жібін орап аламыз. Жіпті алып шығамыз. Алғашқы екеуіне өткіземіз. Одан соң екеуінен, соңғы екеуінен. Осылай қолдарыңыз үйренгенше қайталай бересіздер. Ең соңғы ілмекке іліп аламыз. Жұмысты толықтай аяқтаймыз. Осы қатар аяқталды. Енді келесі қатарды тағы бір тоқып шығамыз.
Міне көріп тұрғандарыңыздай біз 4 қатар тоқып шықтық. Оның астыңғы екеуі бір бағанды орам, ал үстіңгі екеуі 2 орамды баған. Назарларыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар.